Ассалаумағалейкум құрметті тыңдарман. Маңғыстау облысы Дін істері басқармасы дін мәселелері бойынша ақпараттық талдау орталығының тапсырысымен және де Айрақты көмек көрсету орталығының ұйымдастыруымен бүгінгі подкастымыздың тақырыбы діни толеранттылық жайында болмақ. Подкаст қонақтарымыз ең алғаш исламтанушы Асланбек Сағынайұлы, қош келдіңіз, және келесі қонағымыз дінтанушы маман Нұрлан Газим, қош келдіңіз. Енді қазіргі кезде діни толеранттылық деген мәселе өте өзекті, ауқымды ғой. Өйткені діндер, өзіміз Қазақстан 18 конфессия діни бірлестік тіркелген көп діндер шоғырланған аймақпыз. Былайша айтқан кезде оның христианы бар, буддасы бар. Енді көпшілігі 60%-дан аса мұсылмандар болғанымен христианы бар, өзге де ұлт өкілдері тіпті бар. Енді осы жағынан келетін болсақ, бірінші сұрағымызды дінтанушы маманға қоятын болсақ, жалпы енді мына дінтану ғылымында, дінтануда толеранттылық деген принциптер болады ғой. Сол не нәрселерге сүйенеді? Саламатсыздар ма, шақырғаныңызға көп рахмет. Жалпы толеранттылық деген сөзге мән берсек, бұл басқа дін өкілдеріне, басқа ұлт өкіліне құрметпен қарау деген мағына білдіреді. Жалпы Қазақстан елімізде толеранттылыққа қатысты бірнеше принциптер бар. Ол ең бірінші принцип осы ар-ождан сенім, діни сенім бостандығына келтіріледі. Ата заңымыз конституция бойынша Қазақстан Республика азаматы кез келген дінді ұстануға құқығы бар. Және де екінші оны жарияламауға құқығы бар. Өз еркінде болып табылады. Ешқандай дінге мәжбүрлік ұстануға мәжбүрлемейді. Сонымен қатар екінші принцип ол теңдік принциптері. Яғни бізде зайырлы құқықтық мемлекет болғаннан кейін басқа дін өкілдерінен дін ұстанатын адамдарға ешқандай бір артықшылық немесе кемшілік сияқты іс-әрекеттер жоқ. Бәріне әділдік, теңдік принципте жұмыс істейді. Ода ата заңымызда конституцияда көрсетілген, яғни заң алдына, руына, діни сенімдеріне, ұлтына қарамастан, руына қарамастан заң алдына барлығы теңдігі. Үшінші бұл қоғамда плюрализм, көп айтам, пікір алуандылығы, түрлі мәдениет өкілдері, этносаралық қатынастар, бір-біріне деген сыйластық, бауырмалдық сияқты, және де түрлі адалдық принциптер деп айтамыз ғой. Ешкімге басымдылық бермеу сияқты бірнеше принциптерден тұрады. Осы негізгі принцип болып есептелінеді. Жалпы енді өзіңіз дінтанушы маман ретінде мысалы қандай да дін ұстайтын болса, өзі біледі. Зайырлық деген сондай. Ешкімге мына дін ұстанды, тіпті қазақ халқы ежелден мұсылман болып келе жатыр, демек мұсылман ба, оның басымдылығы бар деген айырмашылық жоқ қой. Бізде ондай бір заңдық үстемдік ешқандай берілмеген, кемсітушілікте нәрсе жоқ ондай. Сондықтан бізде енді мана айтып өткенде, бізде енді ұлт пен дінді кейбір кезде біріктіріп жататын кездер болады. Мысалы, сырт мемлекеттер үшін Қазақстан деп еселетін болса, ол жерде мұсылман мемлекетті елестетеді деген сияқты. Мысалы, орыс десек, біз православ дін шіркеуін ұстанатын халықты елестетеміз деген сияқты. Кейбір кезде діни қатынасты ұлттық қатынасқа да бір-бірімен сәйкес келіп жатады. Мысалы, қоғамымызда мысалы 100-ден астам ұлт пен ұлыс өмір сүріп жатыр десек, сонымен қатар көптеген діни конфессиялар қоғамда өмір сүріп жатқандықтан екеуі бірдей қарым-қатынас деп айтсақ та болады. Егер сіз ұлттық қарым-қатынасыңыз жақсы болса, басқа дін өкілдеріне діни көзқараста да бір жақсы қарым-қатынаста боласыз деген сияқты көзқарас қазіргі кезде бар. Сондай. Демек ұлттардың, этностардың көп болуына сай әртүрлі діни сенімде де болу. Қазақстанда мысалы қазақ халқының мысалы басым көпшілігі өзін мұсылман ретінде, мұсылман мәдениет өкілі ретінде санайтындықтан оны мұсылман деп түсінеді. Дәл сондай сияқты басқа ұлт өкілдеріне қатысты да егер мысалы ұлтаралық қақтығыс болып жатса, ол жерде діни қақтығыс болмайды деп айта алмаймыз. Ол сол қазақ болса, мысалы, сол өзін қазақ ретінде санап, ажан мұсылман ретінде санайды, немесе орыстарда қандай бір қақтығысқа түсіп жататын болса, ол тек қана ұлт ретінде емес, ажанда шіркеу бар, православ дін ұстанады деген сияқты бір қатар жүретін ұстаным деп айтсақ та болады. Жалпы қандай да діндерді қарасақ, ортақ адами құндылықтар баршасында принциптері бар. Содан адамгершілік принципі басты назарда болады. Яғни біздің мемлекетімізде енді көп векторлы саясат деп жатамыз. Дінге қатысты да ұстанымдар бар. Яғни өзіндік модельдерді бар деп айтсақ та болады осы толеранттылыққа қатысты. Сондықтан бізде енді президент тарапынан әрбір 3 жыл сайын өтіп тұратын сол әлемдік және ұлттық діндерге көшбасшылардың съездері өтіп тұрады. Сол біздің негізгі мақсатымыз қоғамда осы әлемге мемлекет ретінде Қазақстан Республикасының өзі толеранттылық ретінде көп векторлы саясат деп жатамыз. Соның өзіндік үлгі модель ретінде қалыптасуға қазіргі кезде жұмыстанып жатыр деп айтсақ та болады. Енді сізді
Асланбек мырза, сізді исламтаныш маман ретінде былай қоятын болсақ сұрақты, жалпы ислам дінінде толеранттылық ұғымы бар ғой, соны қалай түсіндіріледі? Әлбетте, біз Нұрлан мырза жоғарыда айтып өткендей, енді негізгі діни мәтінге сүйенетін болсақ, Хужрат сүресінің 13-ші аятында айтады: бисмиллахир-рахманир-рахим. Я аюханнас инна халақнакум мин закарин вал унса ва жаалнакум шууба ва қабайла литаарафу инна акрамакум индаллахи атқакум индаллаха алимун хабир деді. Яғни бұл жерде жаратушы иеміз, ей адамзат деп, барлық адам баласына бірдей бұл жерде рисалясын, хатын жолдауда. Анығында, расында сендерді бір атадан, бір анадан жараттым дейді. Біз білеміз, тарихтан әуелден бүкіл дінде де адам мен Хауа ортақ құндылық болып табылады. Одан кейін сендерді әр ұлтқа, әр руға бөліп тараттым дейді. Бұл жердегі жер бетіне тарату, жаратудағы мақсат бір-бірлерін жақсы танып білсін деген. Яғни біз бір-бірімізді танып білгенде ғана осы жер атты ортақ үйімізде келісіммен өмір сүре алады екенбіз. Ал қай жерде ортақ келісім, ортақ мүдде болмаса, ол жерде қан төгіс, қақтығыс, түсінбеушілік деген нәрселер орын алады. Одан кейін бұл мәтіннің ең соңында, бұл аяттың ең соңында былай дейді: Құдай тағаланың құзырында өзінің Раббысын шынайы түрде таныған адамдар құрметке лайық болады дейді. Яғни әуелден біз жаратылудағы мақсатымызды түсінуіміз керек. Әлбетте, біз тарихқа бір саяхат жасайтын болсақ, пайғамбарымыз, жаратушының игілігімен сәлемі болсын, ол кісі Ясрибке қоныс аударған уақытта Медине Уасиқатул Мәдина деген, немесе Сахифатул Мәдина деп аталады, Медина жарғысын жазды. Сол жердегі тайпалармен келісті. Ол жерде Бәни Ауф, Бәни Қурайда, Бәни Надир, Бәни осындай тайпалар болды. Яғни еврейлерден құралған әртүрлі тайпалар болды. Келе салысымен оларға бір ортақ шешімді ұсынды. Сендер өздерінің дінінде қаласыңдар, әркім өзінің діни наным сенім бостандығында болады, бірақ біздер сендердің ішкі жұмыстарына, сендер де біздің ішкі жұмыстарымызға араласпайсыңдар деген осындай келісім шарт болды. Және Медина халқын және Мәдина қаласын қорғаған кезде, уақытта барлығымыз сырттан келген жауға бір кісідей саптың шебінде тұрамыз деген осындай араларында келісім шарт болды. Бұл нені көрсетеді? Бұл бірінші кезекте пайғамбардың көрегенділігі. Ол жердегі халықты түбегейлі көшіріп жіберген жоқ. Ол жердегі халықпен бір ымыраға, бір мәмілеге келді. Қай уақытта ол жердегі халықтарға қоныс аудару керек болды? Әлгі алғашқы келісім шартты бұзған кезде. Ол жерде жаңағы біз айтып өткен Мәдина жарғысында бүкіл мәселе қаралған, баптарға бөлінген, ол жерде тармақтары бар. Әлеуметтік, құқықтық, саяси жағы қамтылған. Яғни бір қоғам болғандықтан құрылым болып, жүйе болып, бірге өмір сүру принциптерін көрсеткен. Яғни жан-жағы қамтылған бүткіл мәселе. Әлбетте. Яғни бұл жерде діни наным сенім бостандығы бар, адамның жеке басына қатысты құқықтар бар. Егер қандай да бір құқық бұзушылық орын алған болса, тайпа арасында оның өзінің көсемдері, жаңағыдай ақсақалдары сол кісіге қатысты үкім шығаратын болған. Ал саяси бір көшбасшылық бір мәселелер туындайтын болса, онда пайғамбарға келіп ақыл кеңес сұрап, даулы мәселелер болса, мемлекет деңгейіндегі бір шешілмей жатқан түйін болса, пайғамбар оған төрелік айтатын болған. Өте керемет түсіндірдіңіз. Демек, сол заманның өзінде, мысалы, ислам діні келген кезден бері өзге дін өкілдері болды, өзге сенімдері болды, өзге ұлттар деп жаңа айтып жатсыз, неше түрлі тайпалар болды дедіңіз. Осының баршасына ортақ адами құндылыққа жинап,
жаңағындай қандай да мәселе, жаңағы құқықтық мәселе болсын, әлеуметтік сауда мәселесі болсын, кіріп келу, қаладан шығу деген мәселе баршасын қамтып өзара келісім болған ғой демек. Әрине. Бұл жерде ең бастысы принцип пайғамбарымыз толеранттылықтың ең әдемі үлгісін көрсете алды. Демек исламда толеранттылық ол жоғары деңгейде сол жерде көрсетілді дейсіз ғой. Дәл солай. Енді дінтаныш маманға сұрақ қоятын болсақ, енді жаңа айтып жатырық қой, толеранттылық дейміз, соған қазір қазақша төзімділік те аударып жатырық қой. Енді Қазақстандағы діни мысалы төзімділік, жалпылама төзімділік ол өзге дін болсын, өзге ұлт болсын, жалпылама құрметпен, сый құрметпен қарау ғой, ешқандай айыптамай, теріске шығармай деген секілді. Ал енді діни деген кезде діни төзімділік бұл демек діндер арасындағы мәселелер. Енді осы орайда Қазақстандағы діни төзімділік тарихы қайдан басталады, сол жағын бір айтсаңыз. Жалпы енді Қазақстан тарихын қарайтын болсақ, енді Қазақстанда сақ ғұн дәуірін қарайтын болсақ та, бертін келе түрік қағанаттарын қарайтын болсақ, ол жерде көптеген мәселелер бар. Енді ол жерде көбінесе жеке бір амбиция немесе мемлекеттік өркениет аралық қақтығыстар деп айтамыз. Көшпенді өркениеті мен отырықшы, жартылай отырықшы мәдениеттер болды ғой. Солардың арасында қақтығыстар өте көп болды ол кезде. Ал былай діни көзқарастар қатысты бір жаугершілік, бір радикалды, бір жек көру сияқты көзқарастардан бір соғысқан жоқ. Көбінесе олар саяси амбиция және де манағындай өркениет аралық қақтығыстардың нәтижесінде туындаған болатын. Екінші кезең бұл енді біздің қалай айтсам болады, Шыңғыс хан дәуірі, алтын дәуір деп айтсақ та болады. Бұл жерде де Шыңғыс хан өзін жорықтан жасаған кезде, жарты әлемді басып алған кезде де осы діни толеранттылықты жоғары ұстанды. Басып алған жерлерге діни ұстану мәжбүрлеу нәрселесі орын алған жоқ. Мысалы, Шыңғыс хан өзі қай сенімді ұстанған әрі жұмбақ күйінде, бірақ бір тәңіршіл болса, тәңіршілдікті бір басқа дін өкілдеріне осы көзқарас ұстану керексің, немесе деген басқа нәрселер сияқты орын алған жоқ. Яғни міндеттемеген ғой өзіңіз. Сонымен қатар біздер білесіздер, Жібек жолы керуені біздің қазақ даласында өткен болатын. Сол жерде көптеген несториандық батыс пен шығысты байланыстыратын негізі көпір болғандықтан, бұл жерде христиандық бағыттар, исламдық бағытта болсын, буддизм болсын, басқа да парсы мемлекеттен зарастризм деген сияқты діндер біздің қоғамымызда болды. Бірақ олардың арасында қақтығыстар қатысты бізде ешқандай деректер жоқ. Көпшілігі ғибадат құлшылық үйлері біздің Қазақстан даласында табылды көне дәуірде. Ал былай бір-біріне жаугершілік көздерсу, қысым көрсету нәрсесі орын алған болатын. Дәл сондай сияқты кейінгі Шыңғыс хан ұрпақтарының ішінде білесіздер ғой, соңғы христиан жорығы деп айтамыз ғой, екі үлкен өркениет соғысы болды. Сол кезде Шыңғыс хан ұрпақтарының ішінде құлақты деп айтамыз, хулагу деп айтамыз. Кетбұға екеуі Бейбарыс сұлтанмен соғысқан оқиғасы бар, діни көзқарастармен. Одан бөлек бір нәрсе орын алған жоқ. Алтын дәуірінде де ислам дінін мемлекеттің қабылдауын кезінде де бір басқа дінге қысым көрсету деген нәрсе дерек жоқ. Ол мысалы 1312 жылы Өзбек хан ислам дінін мемлекеттің ретінде жариялаған кезде оған 95-ке жоқ ру тайпа қолдау көрсеткен. Соның барын бізде өзбектер деп айтатын болған. Өзбек хандығы деп өзбектер деп айтып жатады кейде. Сондай болады. Қазақ ханның дәуірінде де бізде бірнеше заңнама бар. Жеті жарғы деп айтамыз, Есім хан ескі жол деп айтамыз, қасқа жол деп айтамыз. Сол жерде қарайтын болсаңыздар, мұсылман емеске де қатысты заң бәріне ортақ. Ол жерде қонақ күту мәселесі бар, басқа да көзқарастар бар. Ол жерде бір қандай да дін ұстануға мәжбүрлеу деген сияқты нәрсе жоқ ішінде қарайтын болсаңыздар. Сондықтан бізде толеранттылық, ұстамдылық, басқа деген дін өкілдеріне қатысты ондай жек көру, радикал көзқарастар болмаған. Бертін келе енді Қазақ хандығы құлағаннан бері 20-шы ғасырда кеңес одағы құрылған кезде енді ол жерде енді көп нәрсе бар, ол жерде дінге қатысты, ол жерде тыйым салынған болатын. Жалпы коммунист қоғамның өзінде де плюрализм деген нәрсе жоқ. Егер сіз қандай ұлттық діни көзқараста бір әңгіме айтатын болсаңыз, сіз халық жолы деп пікір алуандығы ол жерде пікір алуандығы жоқ. Сондықтан бұл жерде қысым көрсету нәрселесі бар. Бірақ дегенмен де бізде нәубет жылдар деп атамыз, 29-32 жылдар қолдан жасалған геноцид деп жатамыз. Соның нәтижесінде Қазақстан аумағында халықтың азаюына байланысты сырттан басқа ұлт өкілдерін көшіруде осы біздің толеранттылықтың ең шыңына көрсеткен жері сол болды. Себебі қазақ халқы өзі қиын қыстау дәуірде өзін күн көре алмай уақытта, ішегі ас таппай жатқан уақытта басқа дін өкілдері, басқа ұлт өкілдері қазақ даласына көшіп келген кезде
оған адам ретінде, құндылық ретінде, сонымен қатар діни көзқарастарына, ұлтына қарамастан оған ішерге бір асты бөлісіп, бір киімді кезектеп киініп, былай айтқанда көмектесіп, осы Қазақстан аумағында тіршіліктерін жалғастырған болатын. Осы көзқарастан мана айтып өткенде тағы 91-ші жылы біз тәуелсіздік алған кезде де осы бетімізден танбадық. Қоғамымызда ондай бір діни көзқарастарға қатысты алауыздық туған жоқ. Мемлекет немесе қандай бір дін жақты басқа дінге қатысты бір басымдық берген жоқ. Сонымен қатар бәрі заңдық тұрғыдан, құқықтық тұрғыдан бәрі шешілді. Сонымен қатар біздің айтып жатқан манандай көп векторлы саясат, көп конфессияаралық келісім деп жатамыз. Сол біздің негіз басты ұстанымымызға қазір 20-шы ғасырға дейін осы ата-бабамыздан қалған құндылық ретінде ары қарай жалғастырудамыз, былай айтқанда. Өте керемет тарих пен хронологиясымен түсіндіріп өттіңіз, сонау сақтардан бастап. Енді қарайтын болсақ, қандай да мемлекет ол саяси көзқарасқа дейін бәрібір болады ғой қақтығыстар. Жалпылама нақты діни мәселелерге қатысты ондай болмаған дейсіз. Жалпы қазіргі кезде де былай қарайтын болсақ та қоғамда саяси болсын, қандай да қақтығыстар болатын болса, көбінесе мысалы христиан мен жаңағыдай ислам болсын, жаңағы будда мен жаңағыдай яхуди діні деген секілді ондайды көрмейміз ғой мысалы қоғамда. Жалпы дін әрқашанда бейбітшілікке шақырады ғой, қандай дін болса да. Адами құндылық бар, оның баршасына ортақ қасиет, принциптер бар. Мысалы адамды өлтіруге болмайды, ұрлауға болмайды, біреуді ала жібін аттауға болмайды, біреуге бүйтуге болмайды, қол соғу, ұрлау деген секілді, жаңағы зина жасау деген секілді бүткіл дін одан қайтарады. Жалпы енді жалпылама ислам ғылым жағынан өзіңіз Құран мен хадистерде өзге дін өкілдеріне қарым-қатынасы туралы бар, мысалы муамалат, мұсылманның және өзгелермен қарым-қатынасы қалай болу керек, сол жағын бір. Керемет сұрақ. Осы жерде пайғамбарымыздың мынандай бір өмірінен өнегелі ғибратты мысал есіме түсіп отыр. Бірде бір яхуди дінінде болған адам дүние салады. Пайғамбарымыз сол жаназа өтіп бара жатқан кезде тік тұрып құрмет көрсетеді. Сонда сахабилер, қасындағы достары дейміз, бұл өзге дін өкілі деп пайғамбарға осы нәрсені айтып жеткізеді. Сонда пайғамбар Құранның принципіне сай мәміле жасайды. Құран-ы Кәрімде Алла тағала айтады: бисмилля, уалақад каррамна бани адам дейді. Адам баласын өте құрметті қылдық дейді. Бұл жерде мұсылман емес, дінсіз, басқа деп бөліп тұрған жоқ. Жалпы адам баласы, фиқхтадан біз білеміз, құрметті. Оның тіпті терісін елуге болмайды. Басқа малдардың терісін мысалға біз былғары ретінде күнделікті тұрмыс тіршілікте пайдаланамыз. Бір адамдың сонша құрметті қылып қойғаны, оның тіпті қайтқан мезетте де өзге дін иесі болса да, оны біз құрмет көрсетуіміз керек. Өйткені оның ісі, амалы жаратушымен арасындағы болатын есеп-қисап болмақ. Одан кейін Құдай тағала Құран-ы Кәрімде ла икраха фид-дин дейді. Яғни дінде зорлық жоқ дейді. Өйткені неге? Аяттың жалғасында дейді, былай дейді, ақ пен қара ажыратылды дейді. Осы тұста біз қасиетті мәтіндерден, пайғамбарымыздың ғибратқа толы өмірінен, сирасынан көреміз, қандай да бір адам болмасын, оның діни наным сеніміне құрмет қарап, тіршілігінде де, дүниеден озған сәтінде де құрмет көрсеткен. Керемет. Жалпы ислам дінін айтып жатсыз ғой, жаңағыдай адам жалпы қандай дін ұстансын, ұстанбасын, бітті адам ба, оны Алла тағала құрметтеп қойған. Жалпы адам баласын баршасымыз құрметтеттік деп айтып жатыр ғой. Енді бұл жерде біз оларда дін келді, яғни демек дін ұстанғанымен анадай өз адами принциптер өзгеріп кетпейді. Демек адам болды ма, адам күйінде қалады, ол да тірі жан деген секілді жалпылама құндылықтар сақталады ғой. Тіпті былай айтып жатады ғой, адамның ақысы Алладан да маңызды, өйткені қоғамдағы байланысымыз, бір-бірімізге себеп болуымыз, мұсылманның мұсылман емеспен қоғамда, саудада, жұмыста, қандай да мәселеде келетін болсақ, біз көрісеміз, кездесеміз, алыс берсеміз деген секілді осындай осы саласына жауап беретін фиқх деген жаңағы құқықтық мәселе бар ғой діндегі, баршасына қамтып өзін жауабын берген демек. Тіпті мысалы пайғамбардың кезінде де мысалы тәубе сүресі түсетін заман бар ғой, сол уақытта қандай да бір дінді ұстанбайтын бір жаңағыдай мүшрик кісі келеді мұсылман жеріне, сол кезде оларға тиіспеңдер,
естісін, үй беріңдер, жаңағындай жатын жер беріңдер, тамақ беріңдер деген секілді жылылық танытқан. Демек біздің азандарымыз да, біздің дінімізді де естісін, білсін деген секілді хабар оған да жетсін деген негізгі секілді. мақсат сол диалог Иә. қоюмен байланыс құру ғой, бұл айтқанда. Иә. Тіпті біз білеміз дінімізде зымми деген бір ұғым түсінік бар ғой. Яғни мұсылман елінде тұрып жатқан кез келген наным, сенім өкілі қандай дінді ұстамасын, оған біз зорлық, зомбылық жасауға құқымыз жоқ. Керісінше біз оның құқығын қорғауымыз керек. Ол сәйкесінше сол қоғамда, сол мемлекетте тұрып жатқандықтан өзінің қолынан келетін өнері білімін өзгелерге не істейді? Жаяды. Сол қоғамның белгілі бір мүшесі ретінде өмір сүруге толық құқығы бар. Соның бір кірпіш ретінде қаланып қоғаммен байланыса береді дейсіз ары қарай. Енді Нұрлан мырза, өзіңізге қоятын болсақ, енді жаңа Қазақстанның тарихын айтып өттік қой, қазақ жерінің жалпы хандықтан бастап. Енді әлемдік діндердегі толеранттылық ортақ негіздері бар ғой, соны атап өтсеңіз. Жалпы мына Асекең айтқандай, адамды ардақ етті, жаратты деп жатады ғой, айтты ғой енді. Соңғы атты мына христиандық бағытта да дәл сондай бір адамды Құдай жерде Құдайдың бейнесінде ретінде жаратты дейді. Буддизмде вообще тіпті тіршілік иесіне зұлымдық жасауға болмайды деген сияқты қағидамен өмір сүреді. Жалпы бір ортақ принциптер бұл жерде мана айтып өткендей өзара диалог, сенім, қандай да сырттан агрессия болатын бірге қорғану деген сияқты. Мана агрессия келетін болса, қазақта айтады ғой, қазаны бірдің қайғысы бір деп. Сол сияқты сондай нәрселер бар. Сонымен қатар бір мемлекет тудың астында өмір сүріп жатқандықтан бұл жерде бір-біріне сенім деген нәрсе, қамқорлық, көмек көрсету түрлі жағдайларда. Сонымен қатар мынандай ең бастысы діндер арасында диалог қою арқылы, байланыс құру арқылы түрлі мына плюрализм деп айтып жатырмыз ғой, енді пікір алуандығы. Сонымен көп мәдениеттің бір-бірімен мана қарым-қатынас құру осы негізі шарттар болып есептеледі деп айтсақ. Жалпы осы жерде Нұрекеңнің сөзіне қосып кетсем, басқа бір аятта Алла тағала айтады ғой, жер мен көкті әр алуан қылып жараттым дейді. Дәл сол секілді адамдарды әр түсте, әр тілде жаратуы бұл жаратушының адамзатқа деген бір аяты, бір белгісі. Осы арқылы біз келісімде, ымырада бір аспанның астында, бір шаңырақтың жаңағыдай астында өмір сүруіміз керектігімізді ишаретпен түсіндіріп тұр. Неге десеңіз, барлығымыздың жаңағыдай ортақ мүддеміз болған кезде мемлекет қарыштап дамиды. Ал ол мемлекетте, ол бір қандай да бір жанұяда келіспеушілік орын алатын болса, ол мемлекет адырайды, іргесі сөгіледі, сөйтіп жер бетінде жаңағыдай әділсіздік болады, қан төгіс болады. Жалпы кез келген дінде тек қана бір ғана үлкен бір құндылық бар, ол адамның өмірі, адамның наным, сенім, бостандығы. Жауап бердіңіз. Жалпы жаңада айтып жатырық қой, көптеген этностар, көптеген діндер, тіпті сенетін, сенбейтін деп өйтіп бөлмейді. Қандай да бір ортақ біздің шаңырағымыз Қазақстанда алатын болса, қандай да бір жаңағындай мәселе туатын болса, баршасы бірдей жұмылып бес саусақ ретінде атсалысу керек. Яғни мен дінім жаңағындай осындай дін ұстанамын, мен мынандай дін ұстанамын, жоқ болмайды деген секілді, ондай болмайды. Ортақ құндылыққа баршасы бірге атсалысып жұмыс жасау керек дейсіздер ғой. Жалпы енді осыда исламдағы бейбітшілік қағидасы шығады ғой. Исламның өзінде манада бейбітшілік позицияны ұстанған, қазіргі қоғамда енді сол бейбітшілік форматы, рөлі қандай болады? Сол жаңа айтып өтсеңіз. Енді Құранда тағы да бір мынандай аят еске түсіп жатыр. Сендерге қандай да бір адам келіп сәлем берсе, сендер оған жаңағыдай сәйкесінше солай сәлем қайтаруларың керек. Немесе келесі бір аятта мағынасында айтады, ол сәлем берген қарсындағы бір адамға сен мұсылман емессің деп айтпа дейді. Біз кейде көреміз, кейбір теріс түсініктегі жат ағым өкілдері сен сәлем беріп жатсаң, олар теріс айналып жатады. Немесе сен сәлеміне бір жауап бермей жатады. Бұл өз дінін өте сондай пәс деңгейде түсінетіндігін аңғартады. Яғни діннің д деген әрпінде дұрыс жаңағыдай медреседе немесе жоғары оқу орнында ұстаздардың алдында отырып үйренбегендігі.
яғни әр түрлі деректерді немесе ақпараттарды дін ретінде қабылдап сөйтіп қоғамда түрлі келеңсіздіктердің орын алуына себеп болып жүрген адамдарды біз көріп жатамыз. Сондықтан дін өзі рационалды, дін өзі жаңағыдай саналы болуды бізге үйретіп кеткен. Иә, өте керемет айттыңыз. Өйткені қазір қоғамда қарайтын болсақ, дінге қызығатын немесе діннің сыртқы формасын ұстап жете түсіне бермейтін манағыдай немесе оқымаған бір таныстарынан естіген сөйтіп дінге келіп оқып келе жатады да, мысалы мұсылман бауырын көреді немесе басқа да бір өзге бір амандасатын болса, оған жаңағыдай толығымен сәлемді қайтармайды. Демек оған жаңағыдай мұсылман емеспен мәмілесі деген секілді сондай жағынан басқаша жаман қылып көрсетіп қояды да. Бұл сыңар жақтылық, бір жақтылық. Жалпылама объективтіліктің болмауы себепті осындай кейбір мәселелерді, дін мәселелерін өзіміз осылай болады деп қате түсінуіміз себепті жаңағындай келеңсіз оқиғалар болып жатыр дейсіз ғой. Дәл солай. Мысалы қараңызшы, ол бір өзіне қандай да бір дүниелік зат керек болса, сол басқа дін өкілінен барып алады ғой. Біз телефон өңдірмейміз, шығармаймыз. Мысалы үшін жаңағыда машинаны шығармаймыз, автокөліктері дұрыс қой. Біз Германиядан аламыз, немесе басқа елден аламыз деген сияқты. Ондай өзінің дүниялық істеріне келген кезде, онымен жаңағыда әке көкесіндей араласып кетеді да, бірақ адам ретінде мәміле жасау, діни тұрғыда жаңағыдай оған құрмет көрсетуге келген кезде, оны қандай да бір айып тағып, айыптап жаңағыдай тіпті оған қару кезеуге дейін баратын осындай бір жақтылық, сыңар жақтылық соғыр сенімнің жетегінде жүрген біз кейбір өкінішке орай адамдарды. Ондай адамдар да бар өйткені. Шынымен де айттыңыз, көбісінің мысалы ойына келе бермейді, баршасы мысалы телефон дейді, айфон дейді, басқасы сатып аламыз, базарға барамыз, немесе манағы мұсылман емес өкілдер, мысалы христиан болуы мүмкін, басқа дін өкілдерін зат аламыз, жаңағыдай амандасамыз, ол өздерінің тілдерінде, жалпы ұлттық немізде де ол жағынан ешқандай бізде не тумайды да, түсініспеушілік жаңағы проблема дейміз, ондай тумайды да. Дүниеге келген кезде жұмсақтық танытады. Материалдық келген кезде өзімізге тек пайдаланамыз да, бірақ адамның жекелей өзінің құндылығына мәселеге қатысатын болсақ, жоқ, ол мұсылман емес, бірдеңе деген секілді біз сылтаулар айтып дінді басқа жағынан көрсетіп қоямыз. Негізі ондай емес қой. Дінде жалпы бірінші адами құндылыққа қарап соған сай мәміле жасалу керек қой. Енді бұл да біз теріс түсінуіміздің бір теріс көріністерінің белгісі ғой. Енді Нұрлан мырза, сізге қоятын болсақ, мысалы қоғамда діни түсініспеушілік болып жатыр деп айтып жатырмық қой. Осылардың негізгі факторлары неден басталады, қалай болады? Діни түсінбеушілік мана айтып өткенде сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, түрлі контекстер дұрыс түсінбеуден кереғар мананы діни фанатистік көзқарастар көбінесе дінді бір жақты қарап, бір қандай дұрыс емес ақпаратты абсолютті ақиқат ретінде танып, оған тәуелді болатын адамдар бар. Сонымен қатар ақпаратты фейк, түрлі жалған дезинформациялық ортадан алатындар, бейресми ақпараттар, сонымен манандай басқа дінге, басқа өшпенділік, әсіре діншілдік, әсіре ұлтшылдық деген сияқты көзқарастар осы негізгі қақтығысқа орын алады. Әлемде болып жатқан соңғы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев президентіміз Қазақстан халқына жолдауында да осы әсіре ұлтшыл, әсіре діншілдерге қатысты, руханиятқа қатысты, дінімізге қатысты жолдаулар жолдап тұрады, соның әртүрлі бағытта. Соңғысына жолдау осы әсіре ұлтшыл, әсіре діншілдер қолдамайды деп айтқан болатын. Ол жерде фанатист көзқарастар бар. Соқыр сенім беріп, соған тәуелді болып, сол үшін жанкештілікке баратындар. Әлемде болып жатқан ең негізгі соғыс ошақтарда осы көзқарастан қалыптасады. Яғни дін ұстанамын деп теріс идеологияның құрбаны болып кетеді. Теріс идеология. Осы діни фанатист көзқарас ұстанамын деп басқа дінге өшпенділік туғызады, жек көру деген сияқты мәдениет өкілдерін, дін өкілдерін жек көру. Екіншісі әсіре ұлтшылдар да дәл сондай. Ұлтын ғана жақсы көріп қана қоймай, басқа ұлттарды кемсітуге тырысады. Сендер ұлт емес, сендер қаңғып жүргенсіңдер, сендер кезінде мал баққан елсіңдер, біз сіздерге ел бердік, мәдениет салдық, қала салып бердік деген сияқты көзқарас айтатын осы әсіре ұлтшылдық көзқарас. Оның негізгі пиғылы өзінің ұлтын дәріптеу, өзінің ұлтын қорғау емес. Шовинистік, нацистік көзқарас деп айтамыз ғой. Сол көзқарастың нәтижесінде туындайтын көзқарас. Өз ұлтын өзгелерден жоғары. Көзқарас қазір мысалы Ресей мен Украинаның соғысы да осы бір-бір мемлекеттер, Украина мемлекетінде мойындамаудан туған сияқты. Мысалы Израиль мен Палестина оқиғасы да сондай. Ол жерде саясат та бар, ол жерде діни көзқарас та бар. Діни өшпенділіктің кесірінен бір-бірін аямай қырып жою. Білемін, ол жерде олар өшпенділігі бір 50-60 жылға дейін қазір тоқтау мүмкін емес ана жерде. Себебі біраз терең жағдайға дейін түсіп кетті ол оқиғалар. Бір-бір манандай бейбіт халыққа оқ ату, жарылыстар жасау,
геноцид жасау деген нәрсе ол үлкен апат негізі. соғыс Адами- принциптері иә, сақталмай қалған кездер ол жерде адами гуманист көзқарастар сақталмауының нәтижесінде туындаған болатын. Яғни осы екі көзқараспен өмір сүру енді қоғамда ең ауыр. Қазіргі кезде мысалы практика. осы жерге бір енді үлкен бір саяси аренаға кіріп кеттік қой дей тұрғанмен де пайғамбардың өзі бір елге өзінің адамдарын жіберіп жатқан кезде алдымен хат жолдайды, насихат қылады, үгіт қылады. Қараңызшы, осы жерде бір аят еске келіп жатыр. Бисмилля, удуу иля сабили раббика бил хикма вал мауизатил хасана важадилхум биллати хи ахсан дейді. Құдайдың жолына шақырған кезде басқа дін өкілдеріне қатысты айтылып жатыр ғой. Хикметпен шақыр дейді. Даналық иесі бол дейді. Удуу иля сабили раббика бил хикма вал мауизатил хасана. Әдемі, көркем үлгі насихат айт. Және олармен пікір алмасқан кезде ең бір не дейді жаңағыдай адами мәдени құндылықтарды сақтап отырып жеткіз деген мағынада. Өйткені мына диалог мәселесін айтып кеттік. Бір адам сөйлеп жатқан кезде, мысалы басқа дін өкілі сөйлеп жатқан кезде, оған құрметпен қарау. Өйткені ол солай әуелден сеніп қалған. Оның сенімін біз өзгерте алмаймыз. Өйткені Құдай тағала өзі Құран-ы Кәрімде айтады ғой: «Ла тахди ман ахбабта, валакин Аллах яхди ман яша». Сен сүйгендеріңді, жақсы көргенді тура жолға салушы емессің. Бірақ Алла қаласа, ол тура жолға келеді. Кейде мысалы адамдар әсіресе жастар жағым қыз балықпен юношеский максимализм деп айтып жатармыз ғой. Яғни мынау жастықтың албырттығымен дінге келеді де, жаңағы туысында, жақынында, айналасындағы достарында бірден айыптаумен шабуыл жасау бастайды. Жоқ, тіпті дастархан басында отырып тамақ ішпейтіндер біз білеміз, тіпті мына Құран бағышта десек, ата-аналарына жоқ, олар жаңағыдай дінде болмаған басқа деп айыптаулармен, тек қара күйе жауымен ішкі дүниесі қалай болса, соны сыртқа уын жаңағыдай шашып көрсетіп жатады. Ал пайғамбар айтады, жаңағы өзімізден кейін, яғни біз өзімізден бұрын дүниелік болып кеткен жаңа адамдарға Құран бағыштау турасында Ибн Таймия да өзінің Мәжмуа фатауасында, яғни Құран бағыштау турасында, олардың атынан жақсы игі істер жасау турасында да айтып кеткен. Бұған бір ауыздан бүкіл Ахлу сүнна уал жамаа ғалым ғұламалар келіскендігі турасында өзінің жаңағыдай кітабында айтып өтеді. Оған біз сілтемесін де бере аламыз. Егер қандай да бір дін адасып жүрген бір бауырларымыз бізді көретін болса, осы бағдарламаны біз оларға кәдімгі мәтіннен, арабша дерек көзден көрсете аламыз. Сондықтан дін ол кез келген адамның жеке басына қарай бұрмаланып кете беретін ол құрал емес. Сондықтан бұл жерде жоғарыда айтып өткеніміздей, адами принциптер, адами құндылықтар, қоғамға, мемлекетке қажетті нәрсені, ортақ дүниені алға қойып, жаңағыдай өзіміздің жеке басымызға қатысты емес, мемлекеттің мүддесі, қоғамның мүддесі алға шығарып, сөйтіп өмір сүруіміз керек. Өте керемет айттыңыз. Мысалы, жеке эмоция дейтін мәселе бар ғой. Мысалы, қандай жағдаймен бір кісімен келіспей қалды, саудада келіспей қалды, немесе қоғамда келіспей жатады, соның нәтижесінен алады да бүткілі осындай деп жалпылама жаңағыдай айыптағады, кейін оларға өзгелерге барып айтады, айыптайды, нәтижесінде ол дінсіз дейді, жаңа басқа деп көптеген ярлыктар тағып қояды да, сол идеологиясының сол ойын өзгеге таратып, нәтижесінде баршасын ушықтырып жатады. Жаңа мысалға өзге дін өкілдеріне солай мәміле жаса деп жатса, аятта, жоғарыда оқыған аятта, ал мұсылманмен қалай? Өзінің жаңа көршіңмен қалай қарым-қатынаста болу керек, өзінің ағайын туысымен қарым-қатынаста қалай болу керек деген осы аяттан көп нәрсені ұғып түсінуге. Жалпы қоғамда да көріп жатамыз, нелерде қандай да пікірталасқа түсіп қалады ғой, ұлттық дінге қатысты болсын, бір-біріне сеніміне қорлау, тіл тигізуге дейін барып қалатын оқиғалар болып қалады кейде. Осы арада жерде мәселе бар да, бізде қылмыстық жауапкершілік бар, оның артында да дұрыс айтатын ұлттық діни араздық қоздыру деген сияқты. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабына сәйкес, яғни қандай да бір адамның діни наным сеніміне, нәсіліне, рәміздеріне, айталық жаңағы түр түсіне, ұлтына, киген киіміне, тағы осындай нәрселерге жаңағыдай тіл тигізіп, оны айғыздап,
оның ар намысын жерге таптап жаңа адам ретінде көрмесе, бұл заң жүзінде жаңа біз айтып өткендей қылмыстық жауапкершілікке тартылатын әр уақытта кез келген адам жадыдан шығармауы тиіс деп ойлаймыз. Қандай да өзінің сенімі себепті жаңа қызығып фанатизмге беріліп, бір беткейлік дейміз ғой, фанатизм, ешқандай қабылдамай менікі ғана дұрыс, немесе осы кісіні тыңдадым, осыныкіне дұрыс, қалғандары дұрыс емес деп айыптап, нәтижесінде қоғамда дұрыс түсінбей, манағы ата-анамен қарым-қатынасы, манағыдай туыстарымен деп айтып жатсыз. Тіпті нағыз дінді, исламды ұстанам деген адам Құранды манағы аятты оқыса болады. Мұсылман еместерге осындай керемет мәмілені ұсынып тұр да, осындай форматта жаса деп айтып тұр. Демек осымен жасалмай жатыр ма? Мұсылмандардың өзімен тіпті сақталмайды ғой ондай нәрсе. Сол жағдайынан біз білеміз, негізгі ислам діні асылында ақиқатында жаңағыдай өте көркем мәміледе. Ал қазіргі таңдағы неше түрлі өзге жат ағым дейміз, басқа дін ұстанушылары дейміз, ислам деп жамылып алып, нәтижесінде исламға сай амал етпеуі, ол барша үмбетке енді бір сын дейміз ба, солай көрініп жатады. Иә, тақи астында немесе жаңа перде астында өздерінің не істеп жүргенін де білмейді, тіпті жаңа нәпсілеріне еріп, тіпті мұсылманның ақысына кіріп, біреудің ала жібін аттап, сөйтіп алдап, арбауға дейін баратын көптеген біз жағдаяттарға куә болып жүрген жайымыз бар. Өзіңе қаламағанды басқа жасама деген қағиданы аттап кететсің. Енді осы тұрғыда деструктивті діни ағымдар деп айтып жатамыз ғой. Солармен күресте білім мен жаңа ақпараттың рөлі қандай енді бізде? Енді жалпы ақпарат көздері деп айтқанда, енді мана айтып өткендей дезинформация көптеген нәрсе осыдан туындайды. Жалған көрнекілеу, ар жақта қайдан алған негізсіз ақпараттар тарату қоғамда өте қауіпті. Себебі жас буындар, діни білім танымы жоқ адамдар, әсіресе біз сияқты жас мемлекеттер, аға буын өкілдері кезінде коммунист қоғамда өмір сүргендіктен көбісі діни сауат болмай, осындай ақпаратты түсіне бермейді, ажырата алмайды, сыни көзқарас жоқ. Соның нәтижесінде теріс ақпараттар біз қоғамға, билік пен халықтың арасына іріткі салуы мүмкін. Бір топтарды халықтан бөліп шығарып, оны бүкіл үлкен топқа қарсы айдап салу деген сияқты нәрселер біз өте қазір қоғамымызда өте оңай. Сондықтан біздер енді ондай көзқарастан ада болу үшін, аулақ болу үшін мектеп кезінен біз дін тану негіздері болсын, басқа да діни дәстүрлі діндер көзқарастарға қатысты білімді жетік меңгерту керек. Сонымен қатар психология мен құқықтық білім және де әлеуметтік басқа да гуманитарлық ғылымдармен бірге сабақтастырып отырып, жастарды толыққанды білім алып шығуымыз керек. Біз тек қана ол діни білімнен емес, сонымен қатар құқықтық басқа да заңнаманы толық білу керек. Соның нәтижесінде ғана біздің қоғамымызда ондай нәрсе бар. Және де сонымен қатар мана айтып жатырмық қой, біріміздің көзқарасын құрметтемейміз. Біз енді мектеп оқып жүрген кезде дебат деген нәрсе бар. Екі жаққа бөлініп, немесе 3 тарапқа бөлінуі мүмкін, 10 тарапқа да бөлінуі мүмкін. Сол кезде бір мәселе туындаған кезде бір түрлі пікірлер айтып, теориялық тұрғыдан не істейміз, пікір алмасамыз. Сол кезде кімнің көзқарасы басым болса, соған ыңғай береміз. Осы мәселені осылай шешуге болады екен ғой деген нәрсе. Ол жерде діни көзқарастан емес, ол қоғамдық түрлі тақырыптарға қатысты да. Сол кезде осындай бір пікірсайыс алаңдарын, клубтар деп айтамыз мектепте, манандай басқа мәселелер туындаған кезде осындай талқылап үйреткен кезде басқалардың ар-ожданына, діни сенімдеріне, ар-намысына тиіп кетпейтіндей қылып жеткізе білу мәдениетін қалыптастыруымыз керек жастардың арасында. Негізі заңдық тұрғыдан заңнан аттап кетпейтіндей, манағындай түрлі бір пікір сайысамын деп біреудің намысына тиіп кетіп, манағындай Құран деп айтамыз, қасиетті кітаптар деп айтамыз, діни заттарына тіл тигізіп кетпей, дұрыс түсіндіре беру өте маңызды қазіргі кезде. Осы ақпараттарды егер толыққанды жастар үйренетін болса, және де олардың бойында манағындай жоғары тұлға ретінде қалыптасуына, оның сыни көзқарас қалыптасуына септігін тигізсек, онда олардың болашағы жарқын, манағындай теріс ағымға түсіп кету ықпалы өте төмен болады деп айтсақ болады манағындай. Және де эмоцияға беріліп кетпей, өзінің санасын босатып отыр. Бізде IQ-ден бөлек, ақылды пайдаланудан бөлек эмоционалды интеллект деген бар. Сонында адам дағдысын үйренсе, өзін кезген ортада ұсталса, ол адам өмірде емес, жалпы жұмыста да барлық жерде жетістікке жететін адам болып қалыптасады. Сондай бір жастарымызды сондай деңгейге тәрбиелесек, онда ол бала
кезген қоғамда, кезген жерде ертең үлкен қалалар басқа шет елге кеткізеді. Ол сол жердің мәдениетін түрлі мәдениет өкілдерімен кездескен, ұлт өкілдерімен кездескен кезде дұрыс шешім қабылдап, дұрыс қарым-қатынас құра алады деп айта аламын. Осы жерде Нұрекеңнің сөзіне қосып кетейін. Абу Наср әл-Фараби атамыз тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Әлбетте біз барлығымыз білеміз, ол тәрбие тал бесіктен жер бесікке дейін білім парыз болған секілді, тәрбиеде солай біліммен қатар қостың қос қанатындай қалыптасып адамның болмысына сіңуі тиіс. Енді әлеуметтік жағынан кейбір енді толық емес отбасынан шығып жататын балалар да болады, балалар үйінде тәрбиеленетін балалар да болады. Ол тағдырдың бір несі, әлеуметтік жағдайына байланысты. Әлеуметтік жағдайына әртүрлі отбасынан шығып жатқан балалар болады. Бірақ дей тұрғанмен де оларды сыртқа теппей, тәрбиелеудің тетіктерін әрқайсымыз өзіміздің деңгейінде бере алсақ, ол нұр үстіне нұр болады. Неге? Өйткені пайғамбар да меккеліктерді бір мезгілде өзгертіп жіберген жоқ. Өзіне қас дұшпан болған Абу Суфияның өзі Меккені фатих қылған кезде, Меккеге кірген кезде жасырын келіп, пайғамбарға итағат қылып, исламға жаңағыдай өздігінен кіретіндігін айтып, осылай діннің толеранттылығын мойындап келгендігін біз тарихтан жақсы білеміз. Оның жары жұбайы Хинд Хамзаны өлтірсе де, пайғамбар оған қылыш көтермей, немесе дарғаспай, оған үкім кеспей, оған да кешіріммен қарап, осылай ең адами құндылықтың жоғары деңгейін, формасын былайша айтқанда көрсетті. Сондықтан біз айналып келген кезде осы жердегі айтылып жатқан әңгіме барлығы сол тәрбиенің дінмен, біліммен, сезіммен ұштасқан уақытта өзінің бір әдемі үлгісін көрсететіндігін осы жерде айтқымыз келеді. Керемет айттыңыз. Өйткені сол кезеңдерде бір қиын кезеңдер болды ғой. Жаңағыдай дін жаюда, дін таратуда, тіпті жаңағыдай мұсылман емес адамның дінді жасырын келіп қабылдап кеткеннің өзі бір үлкен бір толеранттылықтың белгісі ғой. Яғни сеніп келіп, өлтірмейді ау, не істемейді ау, дінді қабылдап деген секілді мәселелер болған. Енді бұл жағдайда ислам бізге қоғаммен араласу және дінсіз тіпті манағыдай жорық соғыс нәтижесінде де осындай өте шығындарға ұшыраса да, ол дінді қабылдаса, жаңағыдай ортақ ымыраға келсе, адами құндылықтарын ары қарай сақтап, өзара жаңағыдай бірлесіп, сондай мәдениет құрған дейсіз ғой. Енді Нұрлан мырза, сізге қоятын болсақ, мысалы қазір жаһандану дәуірі ғой, жаһандану кезінде діни идентификация деп айтып жатамыз. Соны жалпы өзгеріске ұшырап жатыр да тарихта. Сол жағын өзіңіз бір түсіндіріп өтсеңіз. Жалпы жаһандану дәуірінде идентификация деген бір қандай бір топқа жатқызу адамның. Мысалы мен қазақпын, мен мұсылманмын деген сияқты. Мен қандай да әлеуметтік орта, немесе өзінің статусы, жастарыма деген сияқты. Сол топқа жатқызу. Жалпы бізде жаһандану дәуірінде енді бізде бұрын 20-шы ғасыр аталарымыз, ағаларымыз дәстүрлі көзқарас, дәстүр ұстанды деп айтамыз ғой енді. Ол кезде көбінесе топтық деңгейде деп айтсақ та болады. Енді қазіргі кезде жаһандану дәуірінде осы бір консерванттық көзқарас дейміз ғой, дәстүршіл көзқарастар қоғамда төмендеп келе жатыр. Жаңағы жастардың мынандай басқа да орта мәдениетпен танысуда осы бір көзқарастарын алып кетіп жатады. Мысалы, дін ұстануда бұрын топтық жамағат деңгейінде, қазір жеке мен деген сияқты, индивид, тұлғамын деген сияқты нәрселер, мен дінім, өзім көзқарасым деген сияқты көзқарастар қалыптасқан. Ал бұрынғыдай нәрсе жоқ. Топтасып, айырмашылық бар. Мысалы, кейбір дін ұстанатын жастардың өзі жамағатпен қосылмауы да мүмкін, мысалы. Бірақ дін ұстанып мұсылман ретінде санап, өзі намаз оқып жүр. Немесе өзін қазақ ретінде санайды да, бірақ бір қандай да бір мәселе туындайтын кезде ол жай ғана тұлға ретінде қалыптасып, манағындай бір өзінің жеке көзқарастарымен қарауы мүмкін. Топтық көзқарастардан емес. Соның екінші бір жағы бар. Қазақсың ба десе, жоқ, мұсылманмын деп те кейбіреулер айтып жатады. Өзінің қазақшылығын мансұқтап жатады. Ол жерде сұрақты өзі түсінбеуі де мүмкін негізі. Қазақсың ба деген ұлттық нәсілдік көзқарастағы көз сұрақ қойып жатыр. Тегін сұрап жатыр деп айтсақ та, қазақ деген кімсің?
атаң кім десе қазақ деп айтатын сияқты. Иә. Сондай нәрселер бар қоғамымызда. Енді сонымен қатар біз енді қазақ біз деп айтамыз ғой, дәстүр қоғам, біз дәстүрлі қоғамнан өмір сүрдік кезінде атамыздың қандай құндылықтар бар. Сол құндылықтардан бас тартып жатқан жастар туындауы мүмкін болашақта. Ол да қауіпті жаһандану дәуірінде. Себебі бізде енді қазір той жасап не істеп жатамыз ғой дәстүр деген кезде. Ол кейбір жастар саналы түрде ол көзқарастан бас тартып жатқандар бар. Еліктеушілік бар, өзге мәдениетке, үнді мәдениетіне, Корея мәдениетіне сериалдар арқылы. Сұрақтар туындайды, не үшін керек деген сияқты. Не үшін керек? Қажеттілік неде деген секілді ма? Қажеттілік неге деген. Босқа ысырап деген нәрселер бар. Сондай нәрселер туындап жатады. Бір сондай бір тәрк ететін жайттар көп кездесіп жатады. Ол діни көзқарастан емес, былай жеке манағындай еуропашылық көзқарастар қалыптасқан азаматтар бар. Европоцентризм, манағындай басқа да зайырлық көзқарастардан туындайтын түрлі көзқарастардан осы жайттар қазіргі кезде қоғамда көп таралып жатыр. Ол манағындай топтық кезде емес, жеке адамның жеке осылай дамып шығып қоғамда санрақұлақтар сияқты нәрселер шығып жатыр. Әр тұлға өзі бір философ деген секілді. Қандай бір мәселе болатын болса, өйстіп достарым елі жиналып қалсын, таныстары жиналып қалса да, жалпы менің көзқарасымда осылай, енді дін жағынан, діни маманнан естісе де, жоқ, мен ойыма, ақылыма сыймайды деген секілді, бір өзінің адам кейбір жағдайларда өзінің ақылын, түсінігін, білім дәрежесімен көп нәрсені соның сүзгісінен өтсе ғана қабылдаймын, өтпесе қабылдамаймын дегенде қоғам тарап кетті. Болып жатқан оқиғалар қарасаң, бір оқиғаға қатысты әркім әртүрлі көзқарас айтады ғой, комментарийді оқып жатасың. Мысалы, біреу дәстүрлі көзқарастармен бұрынғы қазақ көзқараспен тәрбиелеп жататын болса, екінші біреу мына батыс еуропоцентрик көзқараста бұл бала өзі еркін адам ғой деген сияқты еркіне салу, манағындай бетін қайтарма, психология детский травма деген нәрселер қазір қоғамда әртүрлі. Қазір бірден А десе, ана жақтан Б деп біреу шығады міндетті түрде. А жағында тағы біреу жатып адам бар жерде ой көп дейсіз әртүрлі. Сондай көзқарас. Енді осы тұста тағы бір мынандай мәселе ойыма келіп тұр. Пайғамбар мысалы баланы 7 жасқа дейін еркіне қойған. Одан кейін 7 жасқа келгеннен кейін біз белгілі бір мысалы бізде қазақта 13 жаста кезінде отау иесі болған, дұрыс па? Сол уақытқа дейін оны істеген өзінің қажетіне, қызметіне жұмсаған, бағдар беріп отырған. Одан кейін ол сол үйленетін шаққа келген кезде онымен ақылдасқан. Достасқан, сырлас болған деген секілді. Сондықтан бұның өзі нені көрсетеді? Бұның өзі көп нәрсенің біздің мәдениетімізде де көрінісі бар екендігі. Біздің мәдениетімізде. Сондықтан біз өзіміздің тамырымыздан ажырап қалсақ, еліктеушілік болады өзге мәдениетке, батысқа, Европаға, тағысын тағы. Сөйтіп, құндылықтар бірте-бірте жойыла береді. Жалпы көбісі дін мен мәдениетті бір-біріне қарсы қойып жатады ғой, дәстүр мен дінді де. Ол негізі бір-бірін толықтырып тұратын компоненттер негізі. Егіз ұғым. Себебі дінде, дәстүрде, мәдениетте бір адамды бір өзінің недесіне манандай ағза секілді ғой адамның денесіндегі. Нәпсісін бір шектеу да. Дәстүрде бір мәселелерге келгенде шектейіп сені тыяды. Мәдениетте сен дұрыс киініп, дұрыс ортада, дұрыс сөйлеу, дұрыс мәселе. Ол да бір тұрғыдан еркіндіктен тыю негізі. Дінде сондай. Бір-біріне ұқсас нәрселер. Біздер мынау еуропалық көзқарастарда азаматтан субкультура деген нәрсе бар. Адам еркіне салып жүру, шектен шыққан іс-әрекеттер бар. Шетім пікірлер кетіп қалады ғой. Манағындай өз-өзіне зұлымдық жасап жататын іс-әрекеттер. Мысалы жағында ағзаларын ауыстыру деген сияқты. Еркек пен еркектің жаңағы некелесуі деген сияқты. Хайуандарға некелесуі деген. Сондай бір мәдениет ретінде қалыптастырады да. Ол мәдениет емес, ол адамның еркінен тыс іс-әрекеттер ғой. Адамның болмысына кереғар. Болмысына кереғар. Бұрын өзін хайуанға, жануарларға теңеп, сол сияқты жүріп, сол сияқты ойлау, сол сияқты түсіну деген нәрсе ол дұрыс емес. Тіпті жақында мына көріп жатырық қой жаңалықтан. Мысалы, бір әйел кісі енді өзге ұлт болса керек, енді жалпы әлемде тарап жатыр ғой. Жаңағындай сөйлесіп жүрген кісісімен жаңағындай жігіті дейміз ба, қалай айтсақ болады. Сонымен сөйлесіп жүреді, сонымен келіспей қалады. Нәтижесінде байланысын үзеді. Сөйтіп жаңағы телефон бар ғой қазіргі заманда. Телефонмен жаңағы GPT-мен сөйлеседі, күйін табады, жағдайын түсінеді деген секілді. Соның нәтижесінде манағы некесін қиып жатыр деп жариялайды мысалы. Оның күйеуі ретінде GPT жаңағыдай интернет, оның күйеуі әлеуметтік GPT жасанды интеллектпен некеге отырған. Ол мысалы ақылымызға сыймайды да ол.
эмоция жоқ, ешқандай нәрсе жоқ, қалай болады деген секілді. Тіпті сананың соған жетіп тұрғаны ұрпақ сүю, Иә. адамның нәсілін жалғастыру деген онда түсінік жоқ дейсіз. адамның табиғатынан тыс нәрсе. табиғатынан тыс нәрселер өте көп. Мысалы жануарға ұқсау деген мәселе бар ғой. Жануардың киім киіп алып қоғамда жүреді, жерде отырады, анада үреді, біреу мияулайды деген секілді. Сондай мәселелер көп тарап кетті. Ол бір адамның, жаңа айтып жатырмық қой, дін жаңағындай адамды көптеген нәрселерді үйретеді, тәрбиелік мән береді. Ұлт дегеніміз манағыдай көптеген тарихпен, кезеңмен құрастырылып келген өзінің өзіндігін ұмытпайтын нәрсе ғой ұлт деген. Осы мәселелер енді әлеуметтік жағынан келетін болсақ, қоғамда мысалы кез келген адам өзінің ойынша келетін болса, жалаңаш жүрсе деп алатын болсақ, ол былайша айтқан кезде бір әдепсіздікке жатады ғой. Қоғамның принцип стандарттарына келмейді деген секілді. Иә. Жалпы біз батыс шығыс деп ойлаймыз ғой. Батыста адамды бір либерал, еркін ретінде құқықтарын жоғары қояды да. Иә. Ал шығыста ол неге дәстүрге сай қояды. Сен еркіндігің біздің құндылықтарға, біздің мүддемізге қайшы келмеу керек. Енді еркіндік деген мәселенің өзі бір кең дүние ғой. Мысалы Нұрекеңнің шекарасына өтіп кетсем, оның еркіндігіне қол сұққан болып саналамын. Сондықтан оның шекарасына өтпеу, оның жаңағыдай бау-бақшасына тас лақтырмау, ол белгілі бір деңгейде оның құқығына жаңағыдай құқығын сақтау. Жалпы еркіндік деген кезде абсолютті еркіндік деп түсінбеу керек дейсіз ғой. Абсолюттік деп түсінуге болмайды ғой, хотя. Жалпы біз батыс шығыс бөлігінде діндердің көбісі шығыста пайда болды. Сол жерден енді шығыс мемлекетте дінді көп ұстанушылар бір қағида ұстанады. Сол жерде де көрсеңіз айырмашылық өте көп. Батыста жеке тұлға ретінде оның еркіндігі жоғары қояды, құқықтарын. Ал шығыста оларды бір шектемейді, енді бір дәстүрлі көзқарастар есте отырады. Әл-Фарабидің еңбектерінің өздері де қайырымды қара тұрғындары деген кітаптарында да сол политика, саясат қатысты көрсетіледі. Кім қалай жұмыс істеу керек, қалай іс-әрекет жасау керек деген сияқты. Но Конфуций ілімінде де дәл сондай. Әке мен бала принципінде өмір сүреді. Мысалы, әке император, бала халық. Баласы әкесін қалай тыңдаса, халықты басшылықты солай тыңдау керек деген сияқты бір сондай бір қағидамен өмір сүреді негізінен. Сондай бір айырмашылық бар. Қанша бір демократиялық зайырлы болған өзінде сондай бір моделдер қалыптасқан. Мысалы, манандай хайуандары ұқсату іс-әрекеттер шығыста көп популярны емес. Ал батыста ол нәрсе бар. Сондай бір ерекшеліктер болады. Жалпы батыс философиясы, шығыс философиясы деп өзінің өркениеттер қақтығысы болды тарихта. Мысалы, көптеген қарайтын болсақ, батыста көбінесе жаңа өзіңіз айтып жатсыз, жекешелендіру көп деп мысалы. Топтық, ал мысалы шығыспен қарайтын болсақ, салыстырып шығыс философиясында жалпы бір мүддеге бағынып, топтық жұмыс, топтық рәсім, топтық деген нәрсеге қатты мән береді. Мысалы, отбасылық мәселе деген секілді. Құндылықтары көп өмір сүреді ол жерде. Жұмыс берушінің өзі қазіргі таңда дамыған елдерден қарайтын болсақ, оның күй жағдайына қарайды екен да. Мысалы, Жапон мемлекетін алатын болсақ, жұмысшы жасай алмай жатыр ма? Демек, ода бір стресс дейміз, депрессия дейміз, бір мәселе, күйзелісте жүр ме? Соған бірінші кезекте қарайды екен. Соны шешкеннен кейін барып жұмыс жаса, оған дейін жасама деп оған не істемейді. Ал жалпылама қоғам қарайтын болсақ, қазіргі кезде тек дүние керек, мал керек деген секілді болып жатады, ол жағын ескерілмей қалады. Жалпы Жапонияда тағы бір ерекшелік, бұл жерде діни көзқарастар араласпайды. Сіз мысалы қандай да дін ұстанбайсыз өзіңіз білесіз да. Сонымен қатар императорды олар династиясы 5000 жуық уақыт 5000 жылдан астам тізбектеліп келе жатыр. Сол ұрпақтары да бір династияның император болып келе жатқанына. Ол әлемде ең үлкен династия деп айтсақ болады. Енді исламда да осындай қағида бар ғой. Лакум динукум уалия дин дейді. Сенің дінің өзіңе, менің дінім өзіңе. Яғни бізде біреуді мәжбүрлеп, сен ұстансаң да ұстанасың, ұстанбасаң да ұстанасың деген нәрсе жоқ. Зорлық жоқ дейсіз ғой. Ол жерде мынандай нәрсе да, сол императорды олар синтоизм деген діндер бар өздері. Сол синтоизмде Ками деген құдай бар. Сол Ками құдайдың ұрпағы деп сенеді. Әлі күнге сенетін адамдар бар. Бірақ бұл сенім олардың дамуына кедергі емес. Жалпы негізі дін кедергі емес дамуына. Егер ол дәстүрлі көзқарастар өзінің құндылықтарына сәйкес келмейтін болса. Сондықтан бұл жерде мынандай жастардың арасында көптеген комикстер оқып жатады оларда. Мысалы олар ол нәрсені дұрыс емес демейді. Себебі балдардың
бізде қазақта ертегі айтамыз ғана. Ыбырай Алтынсарин кітаптары бар мысалы түрлі. Иә, Қобыланды батыр жырлары бар. Ойлау деңгейін жоғарылатады да, фантазиясын көбейтеді. Сондай нәрселер бар. Бір жаңа дүние ойлап табуға тырысатын бір көзқарастар қалыптасады. Біздің де бала тәрбиелеу кезінде де қазақтар ертегі айтып, манағыдай алпамыс эпостық жырлар бар, батырлық жырларды айтып отырмыз ғой. иә. Таусоғар, Су тауысар, бір адам өмірде жоқ тұлғаны қалыптастырып, сондай фантазиямен сондай бір оқиғаны жазып, тазша бала, манағыдай әке мен бала деп мысалы айтып жатырмыз ғой. Сондай бір Ыбырай Алтынсарин кітаптарын оқытқан кезде бала тәрбиелеуді осы кітапты естіген болатын. Кейін оған қосып шариатул ислам деп мұсылмандық тұтқасы деген кітап жазған болатын. Сол арқылы діни білім арттырып, қоғамда манағыдай түрлі ол кезде Ыбырай Алтынсарин мен Алашордан кезінде орыстандыру, шоқындыру саясаты жүріп жатқан болатын. Сол кезде соған төтеп беру үшін бірден бір құрал ол еңбек, кітап, білім екенін ағартушылық жұмыстар жүргізу. Сол арқылы мысалы қоғамда радикализм дейміз, басқа да теріс ағым өкілдері қоғамға бізге жат, біздің құндылықтарымызға қарсы келетін діни ағымдармен осылай күресуге өте тиімді. Ыбырай Алтынсарин деп жатырмыз ғой, атамыздың мысалға өнер білім бар жұртта тастан сарай салғызған, айшылық алыс жерлерден көзді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызған деп осындай нәрсені сол кездің өзінде ғылымға, өнерге адам ұмтылу керек екенін, өзгелермен тереземіз тең болу керек екенін айтып кеткен ғой, дұрыстап мән беріп оқитын болса. Негізі кілті сол білім болып тұр ғой. Қазіргі сауаттандыру дейсің ғой, былайша айтқан кезде. Жаңа өте күшті керемет ой айттыңыз, өйткені біз айтып жатамыз ғой, осындай қоғамда дінді теріс түсіну мәселелері көп, былай дінді өзі білмейтін және ата-анасы да дер кезінде жаңағыдай тұшымды сұрағына дөп жауап беретіндей, манағыдай ішіндегі несін толыққанды не істейтін, қанағаттандыратындай болмай жатады да. Сол себепті интернеттен қарайды, басқа нәрседен, өзгеден сұрайды, діни емес маманға жолығады деген секілді, сөйтіп терісінеге түсіп кетеді. Осының нәтижесінде демек біз ойлаймыз, манағы кішкентай кезден өсіп келе жатқан кезде манағыдай ертегілер болсын, жаңағыдай мұсылмандық тұтқасы болсын, этап-этаппен кезең-кезеңдерге бөліп, жас ерекшеліктеріне қарай осылай сауаттандырса, ол қандай да бір сырттан ақпарат келетін болса, тіпті сұрақ туған күннің өзінде де төтеп беріп, жауап беріп, солай күресудің ішкі сүзгі қалыптастыру керек қой. Ой елегінен өткізіп, ертегі болсын, ана нәрсе келіп үлкен мәселелер туындаған кезде соған өткізу керек. Негіз деп жатамыз ғой, үйдің іргесін, ғимараттың іргетасын қалап берсек, керісінше, сәйкесінше ол ертең өзі кірпішін теңде бір кірпіш дүниеге кетігін таптап арқалан демекші, қоғамның белді бір мүшесіне айналады. Кейін өсе келе сол манандай саяси манипуляцияға түспейді, ағымдары түсіп кетпейді, жетегіне кетіп қалмайды. Және провокаторлық сұрақтар да көп қой, дін мен дәстүрді қайшы қылып қоятын. Қазір саясатта түрлі құралдар бар. Технология істейміз, саяси технология. Түрлі технология арқылы халықты арандату арқылы түрлі ақпараттық кеңістіктер, бізде кеңістік ашық қой енді. Кез келген ақпаратты алуы мүмкін. Сондықтан сол ақпаратта өзінің сүзгісінен өткізіп, дұрыс ақпарат алып, жалған сенім мен жалған идеологиясы артып кетіп қалмай. Қазіргі кезде терроризм, экстремизм енді қауіпті үрдіс қой. Сіз террорист жасамасаңыз, сіз экстремист болып кетуіңіз мүмкін. Қандай да көзқарас ұстанамын деп. Яғни бұл экстремизм бір қылмыс жасау емес, ол жерде бір қоғамға бір теория, ой қалыптастыру, идеология қалыптастыру, бұл экстремизм болып табылады. Мысалға мына Ақтөбеде кезінде бір өзге ұлттың өкілінің соңында қаншама қазақ баласы еріп, бір Аднанидің болмашы бір аудио хабарламасын тыңдатып, сол жерде жаңағы Пантера, одан бөлек жаңағыдай басқа да қару-жарақ сататын дүкендерге шабуыл жасап, халықты сол бір апта 10 күн дүркіреткен жоқ па? Сол ненің кесірі? Сол діни наным, сенімнің дұрыс болмағандығы. Оған қоса жаңа толық емес отбасының тәрбиеленгендігі бар. Оның туған бауыры өзге діннің өкілі, мысалы үшін да. Қаншама қарама-қайшылықтар бар. Бұл қарама-қайшылықтар дер кезінде шешпегендіктен қоғам болып, біз болып, сіз болып, немесе айналасындағы адамдар дер кезінде оны анықтамағандықтан оның ауруы асқынып, түбі осындай қайғылы оқиғаларға алып келді.
сұхбаттарын көрген кезде көбінесе топтық деңгейде бейсаналық түрде еріп кетеді, жасаған, эмоция беріп кетіп бір жерде отырған кезде топтық кезде басқалар өзінің психологиялық тұрғыдан бүйтіп бір қайрат күш беріп сол арқылы сол буымен кетіп қылмыс жасамайды. Қарап отырсаңыз, оларда ешқандай көп жоспар болмаған да, мысалы әскери бөлімге басып кірді, ары қарай не істейтінін білмейді. Ары қарай қалай халифат құрып жібере ме, не істейді. Басып кірді, ең соң қайтып ұсталып түрмеде өмір жазасын өтеп жатыр. Бірақ салдарынан қаншама жазықсыз адамдардың қанның қандарын мойындарында жүктеді. Құран кәрімде Құдай тағала айтады, кім дейді жер бетінде бүлік жасаса, немесе нақықтан нақық бір адамды өлтірсе, немесе бүлік жасаса, ол бүкіл адамды өлтіргендей үлкен күнәні арқалайды дейді. Ал кім бір адамның өміріне араша болса, дәрігерлер сияқты мысалы ота жасайтын дәрігерлер бар, соны аман алып қалса, төтенше жағдайларда жұмыс жасайтын біздің бауырларымыз бар, дұрыс па? Немесе жаңа құқық қорғау саласында жұмыс жасайтын адамдар бар. Қандай да бір елді қорғап, елдің сарбаздардың сапында жүргендер бар. Солардың елді қорғау, бір жанды аман алып қалу жолында бір әрекет жасаса, ол бүкіл адамды тірілткенде үлкен сауапқа ие болатындығы біздің жаңағыдай Құран кәрімде айтылған. Одан бөлек пайғамбарымыздың көрегенділігін қараңыз. Пайғамбар енді өзінің әуестігімен ауадан ештеңе айтпайды ғой. Бисмилля ва ма янтиқу анил хава ин хуа илля вахюн юха дейді Құдай тағала. Ол өзіне қазақша сөзбен айтқан кезде өзіне берілген, аян етілген, Алладан түсірілген, нәзіл болған аяттан айтады дейді. Пайғамбарымыз айтады ғой, екі көзді тозақ орды шарпымайды, яғни Алла тағала азаптамайды. Ол кім? Құдайдан жаңағыдай кешірім сұрап, үмітін үзбей өмір сүрген адам, өйткені үмітсіз шайтан дейміз. Екінші бір жағы шекара шебінде тұрып елін күзеткен адам. Яғни біз мысалға қазір жайбарақат өмір сүріп жатырмыз ғой. Аспанымыз ашық, бейбіт, қанша сағат ұйықтасақ та өзіміздің еркімізде, былайша айтқан кезде. Жұмысқа барамыз, келеміз, тағысын тағы деген сияқты қажеттілігіміз өтеліп жатыр. Ал қайсы бір адамдар сол әскер сабына барып, шекара күзетіп, елдің жаңағыдай ішкі және сыртқы жаудан қорғап жүрген азаматтар бар. Оларға қатысты пайғамбарымыз не еді? Оларды Құдай тағала істемейді, азапқа душар қылмайды дейді. Бұл не демек? Бұл біздің жаңағыдай наным сенімімізде, ділімізде, дініміз, былайша айтқанда ислам барлық әлеуметтік сұрақтарға жауап берген. Ислам сөзінің өзі бейбітшілік деген сөз. Бір-бірімізге мысалы Алланың игілігі болсын, Алланың берекесі болсын деп айтып жатамыз. Содан ақ көп нәрсені аңғаруға болады деймін. Діннің атауына қарап та біз көптеген нәрселер ұғынуға болады дейсіз ғой осы орайда. Енді өзім ойымша енді бүгінгі тақырыпта терең, жан-жақты мынада кейбір саяси мәселелерді айттық, қоғамды айттық, ұлттық қарым-қатынасты айттық. Негізі толеранттылықтың баршасы осылай болады ғой негізі. Қоғаммен түсініп, жаңағындай қандай да пікір болса ортақ алмасып, ортақ мүддеге бағынып жұмыс жасау ғой. Енді бүгін біз осы толеранттылық негізінен бастап қазіргі заманның сын қатерлеріне дейін талқыладық деп ойлаймын. Құрметті қонақтарымызға шынайы пікірлеріңізді айтып, құнды ойларыңыз үшін сіздерге рахмет, алғысымызды айтамыз. Енді ары қарай тыңдармандарымызға бейбітшілік, түсіністік және ашық жүрек тілейміз. Былайша айтқан, жалпы қазіргі қоғамдағы болып жатқан мәселелерге кейбірде жаңағындай ойларыңыз болатын болса, комментарий қалдырып, ары қарай да бізге ой өрбітіп, тақырыптарды қозғауға бір себепкер болуыңызға болады. Сіздерге рахмет, келесі подкастта көріскенше. Рахмет.